Қалайсыңдар? Бүгін қолыма китайский эндурик түсті, 250 кубтық. Бұл аты Zonsen деп жазып қойыпты, бірақ явно Zonsen. Енді білмейміз, Zonshun деген фирманы білеміз, соған подкост істеген ғой. Бұл 250 куб. Ондай карбюратор. Ниббе дейді. Кейінгілер осындай диффузор үлкен карбюратормен келіп тұр. 30-дық дейді, но скорее всего 32-лік диффузорынан. Бұрынғы китайский R6-термен салыстырған кезде бұл жақсылау болып саналады. Бұның вилкасы қалындау, рулі қалын. Рамасы чуть әлді болып келеді, бұрынғы модельдерге қарағанда. Артқы маятник алюминиевый. Бұның бір артықшылығы моторы. Бұл 172 мотор, балансирный валмен, цепной привод ГРМ, 4 клапан цилиндрға. И өзінің үлкендіргі карбюратормен бұл қаттырақ жүру керек, бірақ апкаткада болғаннан кейін пока енді оны тексере алмаймыз. Бірақ мотоцикл жұмсақ. Ескі R6-терге қарағанда жайлы. И сиденьесі чуть-чуть жалпақтау. Өздеріңіз білетіндей, ескі чуть узкилау болады, осындай эндуралардың. Чуть жалпақтау екен, кішкене отыруға ыңғайлы. Руль бәрі кең, жақсы. Вагон 8 литр. Бұл бактар кішектеуімен де болады. Бірақ бакты отдельно да үлкен бак саласа болады, осындай 18 литрлік. Ол проблема жоқ. Приборкасы новый. Тахометр көрсетіледі, спидометр, скорость көрсетіліп тұрады. Нейтралка, бірінші, екінші. Және де бензиннің уровені көрсетіп тұрады. Бензиннің уровені қатты сенуге болмайды бұларда. Визуально да көрінеді, бұда көрінеді. Және барлығына көрініп тұрады. Солай тексерген абзал бұларды. Адак мотоцикл осы. Оның артқы дөңгелегі 18-ге, алды 21-ге болады. Енді протекторлар жана, бірақ соның өзінде ойнашықтайды жолдардандай. Бұл жолда тапталған калияларда бұның жүретін жер осындай степ жол. Осы жерде жақсы жүреді. Немесе асфальтта тоже жол. Ал андай құм жолда Урал сияқты отырамайды екен. Бірақ малға немесе күнделікті өзіңізге тебуге ең алғашқы мотоцикл ретінде тамаша. Айта берсін ештеңесі жоқ. Как обычно китайский мотоцикл, бұның моделіне, наклейкаларына ол мән бермеңдер. Өйткені бұл неше түрлі жазылып тұруы мүмкін, бірақ ең бастысы бұл мән беретіні мотор. Мотордың шилдігін просто қағаз жабыстырып қойыпты. 172 мотор деп тұр. Енді цилиндрінде кубатурасы жазылып тұрады, 250. Осыған мән берсіздер болды. Балансирный валмен, тоже вибраттан газ тезеді. Так, без скорость. Коробкасы классический. Оны айта беретін ештеңесі жоқ, енді жүріп көрейік чуть-чуть. Так, пока микрофон алған жоқпын, дауысым вообще естілмейді шығар газ оталғаннан кейін. Но шыдайсыздар, не істейсің? Амал шықпасын. Так, сумканы салайын. Мотоциклдың тұрысын өзі бөлек. Неге бөлек десеңдер, подножкасы почему-то ұзын. Астын шамал қасып болған ғой, менікі. Шамал еңкейіп тұршыды. А так өзіне ұзын сияқты. И регулировкасы жоқ. Адан кесіп, қысқартпаса, былай білмеймін. Неге биік болып тұрған. Ена посадкасын, пружинасын кішірейткен. Кішіреткенде аласағыған чуть-чуть. И нижний положениесі. Мыната берсасын. Өйткені иесі бұның бойы кішкентай. Кішкентай бұның тоже кішкентай емес, қатты 1.70 шығар. Соның өзі биік болып тұр, мініп түсу. А так осының өзімен нормально. Оталдырып көрейік. Аталған түрі. Дауысы қатты емес, такой глушитель. Жылқайдауға пойдет. Мына қырмен Уралмен шығып жүрген қыр ғой. Осыны шығып көрейік. Так, жарығы. Габарит, фар. Фарын қосып қойып.
Дальний ближний деген жоқ екен бұл. Оның дальний. Понятно. Фаралар LED. Но ближний. И но дальний, соответственно. Так, нормально. Поворотниктер стоит. Бірақ поворотниктер почему-то көк болып жанады. Неге көк болып жанады, мен түсінемеймін. Оның цветін өзгертуге болады деп ойламаймын. Апа. Көреген. Ағырға шыға аламын екен. Жануар. Дауысын естіліп тұрған жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ осындай құм жолда құм болса, жолдың үстінде содан кішкене таят сияқты ма, бір сондай бір неуверенно ұстайды өзі. Алдағандай сепка шығып кетсе, вот смело любой скорость, любой тауық қыр деп тұр ғой. Міне лақтырып жүр. Ада скоростын көрсетуі барлығын жақсы көрсетіп тұр. Атымы бәрі жақсы. Бірақ білмеймін, сен мені естіп жатсың да естіп жатқан жоқсыңдар ма? Рычагтары бәрі ыңғайлы, қолға жақсы екен. Мен ұралым емес, конечно. Өтін айналып бердім, бірақ бәрі қол астында, бәрі ыңғайлы. Тормоздары бәрі жұмсақ. Қартым қандай. Нежно тартады, жұлқымайды қайдан. Балансирный валы болғандықтан кішкене вибрациясы чуть слабый ғой, бірақ
Меніңше да ұнамады картама. Немесе бұл мотоциклдың бір екеуі дұрыс емес. Бірақ асфальтта жүре беруге болған қатты не емес сияқты. Это фотосессия отыр ғой. Это что, фотосессия? Жаман емес, конечно. Оның негізгі жолы мынау міне. Осы тау жасының арасында жол жолда да кішкене ойнақпайды екен. Андай сияқты мысалы. Бірақ андай жаман емес, кішкене үйренуге болады екен. Бағана үйрене алмай тұрмын, қазір үйреніп алдым. Осы көрсін хайуандар. Мынаны қараңызшы, енді қалай тұрады. Почти түптік. Шамалы уклон болса, чуть-чуть. Енді құм жолда уверенно отырады деп айтамын, бірақ үйренуге болады екен. Артында протекторлар барлығы жақсы, алды да, арты да жұмсақ. Бұрынғы R6-терге қарағанда жұмсағырақ екен. Арты да, алды да, вилкасы барлығы жұмсақ. Рульдері де ыңғайлы екен. Мына жер толшығын өтіп келеді. И эргономикасы барлығы жақсы. Өзіме ұнады енді, бірақ жаңасын бағасы 500 мыңнан жоғары, 600 солай тұрады бұлар. Білмеймін енді 600 мыңға. Негізі 600 мыңға стоит, 600 мыңға не аласыздар басқа. Звездасын өзгертіп кішкене скоростной қылып алуға болады шығар, мүмкін. Бірақ осынысы да жетеді, бұл мен
Китайский ғой. Бұл мен 100-ден асырғанның өзі қорқынышты бола бастайды жай. Ладно, мотоцикл болса, лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Чөрт болмасаңдар. Мен үйге қайтайын енді. Стикқа шығып кеткесін ғой айдалаға. Шығып жүрген бәштемен тұр. Явно кейсіп отырған ғой. Сен ютубтасың, брат, сені салам мен жекеше. Қараш на камераға. Сен нахуй салмайсың.